Қайырлы күн, 8 сынып оқушылары. Біз бүгін 8 сыныптың қазақ тілі пәнінен 190-ға арналған нөмірі 1 жыбы тапсырмасын орындаймыз. 190 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар: бөлім, көне түркі жазбалары және қазақ жазуы, орфография. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Бағалау критерийі: білім алушы тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, мәтіннің астарлы ойын анықтайды. Ойлау дағдыларының деңгейі: қолдану. Орындау уақыты 15-20 минут. Достар, видеоның тапсырмаларды бастамас бұрын біздің каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бізде 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бізде мәтін бұл келесі жылдан бастап Қазақстанда көне руна жазуы мемлекеттік деңгейде атап өтіледі. Бұл жөнінде бүгін Астанада өткен түркі жазбалары мен мәдени күндерінің аясында Кимек мемлекетінің 1100 жылдығына арналған Еуразия қыпшақтары тарих, тіл және жазба ескерткіштері халықаралық ғылыми конференциясында түркітанушы ғалым Алдан Смайыл мәлім етті. Көне жазулардың тарихын мектеп оқушылары білмейді. Біз соны осы күнге дейін тереңдетіп оқыта алмай отырмыз. Сонда не істеуіміз керек? Осының барлығын ойлай келе, өткен жолы үкіметке тағы да хат жолдады. Хаттың негізгі мақсаты: руна жазуының күндерін біз арнайы өткізуіміз керек. Ғылыми түрде салтанатты тұрғыда дейсіз бе, әйтеуір өткізуіміз керек. Осы мәтінді нақты түсініп, соңына дейін оқып шығасыздар. Өйткені бірінші тапсырманың сұрақтары осы мәтіннен келеді. Сұрақ: көне руна жазуын мемлекеттік деңгейде атап өту туралы мәселені кім, қайда, қашан көтерді? Бізде бірінші сөйлемді оқысаңыздар, бұл жөнінде бүгін Астанада өткен түрік жазбалары мәдени күндерінің аясында Кимек мемлекетінің 1100 жылдығына арналған Еуразия қыпшақтары тарих, тіл, жазба ескерткіштері халықаралық ғылыми конференциясында түркітанушы ғалым Алдан Смайыл мәлім етті. Осыны жазасыздар. Немесе Алдан Смайыл Кимек мемлекетінің 1100 жылдығында мақала оқып, осы мәселені көтерді деп те жазып қоясыздар. Екінші сұрақ: көне руна жазуының тарихын оқушылар мүлдем білмейді. Бұл бастаманы қолдаушылар көне руна жазуының күндерін арнайы атап өту не үшін маңызды деп санайды. Қысқаша, көне руна жазуының тарихын оқушылар мүлдем білмейді, немесе Алдан Смайыл мәлім етті деп жазасыздар. Көне жазулардың тарихын оқушылар білмейді. Біз соны осы күнге дейін тереңдетіп оқыта алмай отырмыз дегенді жазасыздар. Немесе ұзақ қып та жаза бересіздер, өз ойларыңызды қосып. Екінші сұрақ кетті. Үшінші сұрақ: көне жазулардың ішінде ұзақ жылдар бойы аталып,
ерекше тойланып келе жатқандар бар ма? Бұл бізде ғалым осы ретте славян елдерінің бізге үлгі үйретіп келе жатқанына 10 жылдан асып кетті. Олар жай ғана өткізбей, славян мәдениетінің ұлылығын дәлелдеуге арнайды. Соған әлемдегі бүкіл славян танушы ғалымдарды шақырады. Тіпті республикада, Қазақстанның өзінде өткізіп келе жатырмыз. Целиноград қаласы болып тұрғанда, славян жазбасының күні осы жерде өтті. Ал руна жазу туралы ештеңе демейміз. Сол тойлар өтіп жатқанда іштей қынжылатынбыз дейді. Так, соңғы сұрақ, бұл бізде көне руна жазуының мәртебесін көтеру мақсатында ел ағалары қандай шаралар атқаруда? Біз бұл жерге қысқаша осы сұрақ бойынша ғалымдар министрге хат жолдаған, хатымызға жақсы жауап алдық. Алда жақсы хабар болады деп жазамыз, немесе соңғы абзацы жазып қоямыз. Осыған байланысты ғалымдар таяуда тағы да республика премьер-министріне сауал жолдаған. Олар сына жазуының жалпы түрік жазбаларының тарихын мектепте, жоғары оқу орындарында тереңдеп болмаса да жеткілікті оқыту қажеттігін алға тартқан. Сол үшін арнайы ғылыми-әдістемелік бағдарлама әзірлеу керек. Осыған тек қана біз емес, Түркітілдес ынтымақтастығы кеңесі, халықаралық түрік академиясы, түркітілдес елдердің парламенттік ассамблеясының күшін біріктіре отырып, түркі әлемінде өткізу ұсыныс жасаған. Бұл ұсынысымызды мақұлдаған, жауап алып отырмыз деп сөзін түйіндеді түркітанушы ғалым. Достар, осы біздің сұрағымыз аяқталды. Бірінші сұрақ бойынша бізге бірінші тапсырма бойынша 4 балл беріледі. Екінші тапсырма бойынша 3 балл, барлығы 7 балл беріледі. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналға жазылуды, лайк басуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.